Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шай үстеліне тәтті жұмсақ тоқаш дайындайтын боламыз. Өте оңай жасалынады. Ең алдымен бізге қамырды илеп алу керек. Жұмсақ қамырымызды барлық керек заттарды осы видеоның астында жазып қоямын. Достар, мен қамыр елеп жатқанымды егжей-тегжейлі көруіңіз үшін әдейі осындай толықтай видеоны түсірдім, ештеңені кеспедім, сондықтан соңына дейін қарап шығыңыз. Біздің осы қамырымыз тығыз болмасы үшін онды аздап-аздап қосатын боламыз, өйткені қамыр жұмсақ болу керек, сол үшін. Енді біздің қамыр дайын болды. Қамыр көтерілгенше күтейік. 2-3 сағатқа жылы жерге қойып қою керек. Жақсылап үстінен орамалмен, көрпе болса көрпемен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді осындай бөліктерге бөлетін боламыз. Кімде үйлеріңізде весы болса, мысалы, весыға салып өлшеп бөлсеңіз болады. Менде весы жоқ, сондықтан көз өлшеммен осылай бөліп аламын. Өте қатты жұқа қылып жаймаймыз, орташа солай. Міндетті түрде сары майды жағуды ұмытпаймыз. Қаласаңыз осылай корица мен қант араластырып сепсеңіз болады. Өте дәмді болып шығады. Әрі қарай осылай тоқаштардың неше түрлі формаларын жасайтын боламыз. Видеодағыдай көрсетілгендей жазсаңыз болады. Тоқаштарға неше түрлі мак, корица, кунжут, немесе варенье болса, джем, сгущенка қоссаңыз болады.
Мінекей тоқаштарымыз дайын болды. Енді үстінен жұмыртқаның сары уызын жағып, үстінен кунжут немесе мак сепсеңіз болады. 180 градусқа дейін қыздырылған духовкаға 20-25 минутқа пісіруге жібереміз. Мінекей достар, біздің тәп-тәтті жұмсақ тоқаштарымыз дайын болды. Егер де жасап жатсаңыздар, сіздерде ас болсын, өте дәмді болып шығады. Жасауға кеңес беремін.